Қайырлы күн достар. Бүгін біз қызылшадан екі түрлі салат дайындаймыз. Екеуі бір-біріне ұқсайды. Бір-екі құрамы бір-екі заттан ғана әртүрлі болады. Арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар қуанышты боламын. Ол үшін бізге сыр керек. Сырды осылай кубиктап турап аламыз. 3 қызылша піскен. Пияз керек. Пияз қалауыңыз бойынша. Пиязды ұнатпасаңыз қоспасаңыз да болады. Орнына чеснок қоссаңыздар болады. Пиязбен жасаған өте дәмді, бізге ұнайды. Сол үшін мен пияз қолдандым. Қызылшаны теркадан осылай өткізіп аламыз. Ірі үккішінен өткізіп алдым. Содан кейін осындай үлкенірек ақ тарелкаға жазсаңыздар әдемі көрінеді. Осы видеодағыдай екіге бөліп салып аламын. 2 порция салат шығады. Ортасына кириешки салдым. Кез келген кириешки немесе қолдан сухарики жасап салсаңыздар да болады. Тұз сеуіп, бетіне сыр саламыз. Өте оңай, жеңіл, дәмді, пайдалы салат. Майонезден сетка жасаймыз. Бетіне жаңаға туралған пияздарды осылай қойып шығамыз. Осымен салатымыз дайын. Келесі салатта тура осылай, бірақ ортасына тұздалған қияр салдым. Тұздалған қиярды осылай ұсақтап турап ортасына саламыз. Тұз себеміз. Кириешкиді жан-жағына салып шықтым. Осылай жан-жағына кириешкиді қойып шықтым. Содан кейін майонезден сетка жасаймыз. Негізі майонез қоспай жасағыларыңыз келсе, май қосып араластырып алып қызылшаны, солай жасаса да болады. Майонез себеміз болды. Екінші салатымыз да дайын. Осындай әдемі, дәмді болып шығады. Балаларға да жақсы ұнайды. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Өте дәмді, әдемі, сәнді болып тұрады дастарханда. Назарларыңызға көп рахмет. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.